Қайырлы күн, қалайсыздар, амансыздар ма? Қайырлы уақыт болсын. Денсаулық, бала-шаға барлығы аман ба? Жақсы ма барлығы? Бүгін мен тікелей эфир жоспарлағам. Кешеден бері қарай. Кеше біз тұмау туралы айттық. Бүгін ауру туралы айттым. Яғни ауру туралы айтатын болам бүгін дедім. Негізі оқырмандардан сұрақ болған, ақша туралы ма, немесе денсаулық тақырыбы, немесе қарым-қатынас мәселесі қайсысын қарастырайын дегенде, көбісі ауру туралы айтыңызшы деп ұсынған екен. Сол туралы айтатын боламыз бүгін, және разбор өткізетін болам. Сол үшін кім өзінің ауруының себебін тапқысы келеді, эфирді соңына дейін қараңыздар. Және бұл эфирді барлық тума, туыс, достарыңызға, жақындарыңызға жіберіп қойыңыз. Кімде аурумен мәселе бар, кім өзінің ауруының себебін білгісі келеді деген адамдарға жан-жағыңызға жіберіп қойыңыздар. 5-10 адамға. 5 адамға жібергендер 5 деп жазыңыз, 10 адамға жібергендер 10 деп жазыңыздар. 5 адамға жібердім деп жазсаңыздар, мен қуанып қалам. 10 адамға жібердім деп жазсаңыздар, одан бетер қуанам. Және бұл сіздің бүгінгі тегін эфирге төлеген ақыңыз болып саналады. Яғни психосоматика арқылы қалай адам өзінің ауруынан жазылуға болады, жалпы ауру деген не деген тақырыптарды қозғайтын боламыз бүгін. Сосын кімде аурумен мәселе бар, кім өзінің ауруының себебін тапқысы келеді, кім үнемі дәрігерге көрінеді, жылдар бойы көрінеді, укол, дәрі ішеді, немесе витаминдерге тәуелді, баттар, шөп дәрілерге тәуелді. Міне осындай адамдарға арналған эфир. Жалпы ауру кімдер жіберді, сонымен айтып өтейік. Кім 5 адамға жіберді, кім 10 адамға жіберді. Астына жазыңыздар, 10 немесе 5 дегендей жіберіп қойсаңыздар, бұл сіздердің осы тікелей эфирге төлеген ақыңыз болып саналады. Кімдер жіберді? Жібере алдыңыздар ма? Астыңғы жағында былай самолетиктің белгісі бар, соны бассаңыз, бірнеше адамға бірден жіберіп қоюға болады. Сосын тағы бір ескертіп өтейін, кім тікелей эфирге шығып, қазір менімен разбордан өткісі келеді, сол адамдар аккаунттар ашық болсын. Аккаунт жабық болса, онда сіздің жаңағы менімен тікелей эфирге кіруге мүмкіншілігіңіз болмайды. Себебі жабық парақшамен тікелей эфирге кіргізбейді Инстаграм. Соны ескертіп өтейін. Кім қазір жоспарлап отыр, разбор өтіп, менен тікелей осылай сұрақтарын қойғысы келетін адамдар міндетті түрде Инстаграм парақшаңыз ашық па, ашық емес па, соны тексеріп, егер жабық болса, ашып қойыңыздар. Кім жіберді? Көп рахмет, Алла разы болсын. Плюс мен жібердім дейді. Қанша адамға жібердіңіздер? 5 адам, 10 адам жіберіп қойсаңыздар, керемет болады. Бәлкім бір адамның өзінің ауруының себебін тауып қалуына сіз себепші боларсыз. Адамдар бірін-біріне үнемі себепші болып жатады. Айтады ғой, әрбір адамда Құдай бар дейді. Яғни біз Құдайдан дұға сұраған уақытта адамдар арқылы біздің проблемамыз шешіліп жатады. Тура солай сізде бәлкім бір адамның жазылуына себепші болып қаласыз деп ойлаймын. Сонымен кеттік. Менің есімім Салтанат Сабыржанқызы, психосоматолог практикпін. Бұл салада жүргеніме 4-ші жыл биыл, және
мың жарымдай адаммен жұмыс жасағаныма маған осы күнге дейін менде әрі 2,5 айлық трансформациялық курс деген бар. Бұл курстан да 52 адам өткен болатын. Өз практикамда түрлі мәселелермен жұмыс жасаймын. Көбісі ойлайды, психосоматика десе тек қана аурудың мәселесін қарайды, тек қана денсаулық туралы айтылады деп. Жоқ, психосоматика өте көптеген мәселені қарастырады. Психологиялық барлық мәселе кіреді оның ішінде. Қарым-қатынас болсын, ақша болсын, баланың ауруы, депрессия, реніш, ашу, ыза, қорқыныш, паникалық атака деген секілді көптеген мәселені шешуге болады. Және бұл психосоматикалық терапия психологқа барғанның, классикалық психологияға барғанның 10 сеансын алмастыратын терапия. Яғни бір сессия, 2 сағаттық жеке қабылдау психологқа барғанның 10 сеансын алмастырады. Өте терең жұмыс жасалады. Адам кәдімгі жаңадан өмірге келгендей психика өзгереді, ми өзгереді, қабылдау өзгереді, мінез құлық өзгеріп жатады. Сонымен ауру туралы айтатын болдық. Енді ауруға келейік. Жалпы ауру дегеніміз не? Ол дененің белгілі бір күйге ауысуы, түсуі, немесе сырқаттануы, ауруы. Әдетте түрлі аурулар бар. Негізі сыртқы аурулар бар, ішкі аурулар бар, нерв жүйесінің ауруы бар. Негізі бұрындар айтатын, бүкіл ауру нервтен дейді. Бүкіл ауру нервтен. Нерв деген не? Мысалға, нерв деген бұл адамның ашулануы, нервничать етуі. Нервничать ету деген не деген сөз? Ол ашуға, ызалануы, ренжуі, немесе жаңағы бір адамның белгілі бір халін, жағдайын қабылдай алмауы, келіспеуі, оның шешімдерімен келіспей жатуы. Яғни белгілі бір күйге түседі адам. Соның негізінен ол адамда бас ауруы пайда болуы мүмкін. Немесе белгілі бір жағдай өтеді, мысалға инсульт алды, инфаркт болды дегенде, не жағдай болды үйінде? Белгілі бір жағдай болды ма, не уайымдады деп тіпті дәрігерлердің өзі сұрап жатады. Яғни мұның артында не деген сөз? Яғни оның артында эмоция жатыр, сезімдер жатыр дегенді білдіреді. Мысалы, уайым, қорқыныш деген белгілі бір сезім ғой. Сол сезімдер оның ауырып қалуына себепші болып жатыр. Яғни оның ауруының артында белгілі бір сезімдерге келіп тіреліп жатыр. Немесе бола ма мындай жағдай? Белгілі бір адаммен сөйлесесіз, ол адаммен сөйлескеннен кейін басыңыз ауырып кетеді. Мүлдем тыңдағыңыз келмейді. Немесе белгілі бір оқиғаны естисіз, сіздің бір түрлі аяқ қолыңыз қалтырап мынандай болады. Яғни адамда қорқыныш сезім оянып жатады. Мұның барлығы эмоция. Яғни психосоматика аурудың мәселесінің себебін іздеген уақытта психика мен тәннің қарым-қатынасын, екеуінің арасындағы байланысты зерттейді. Екеуінің арасындағы болып жатқан реакцияны зерттейді. Және сол реакцияның негізінен оның ауруының белгілі бір себебі шығып жатады. Енді адам негізі көбісі ауырып қалған уақытта не үшін, неге бұлай болып жатыр, неліктен маған бұл келді деген келіспеушіліктер болады, қабылдамау болып жатады. Немесе уайымға, қорқынышқа кіріп кетеді, стресске түсіп кетеді, депрессияға түсіп кетеді, өмір қызық емес болып қалады. Яғни бұл ретте адам өзіне сұрақ қойып жатыр, неге, не үшін, неліктен маған келді деп ойлайды. Шындығында ауру адамға келмейді. Адам өзі сол ауруға келеді. Адам ауруға өзі келеді екен. Қалай? Белгілі бір ойларымен, сезімдерімен, күйімен, халімен. Оны ол біліп жасамайды, ол білмегеннен жасайды. Ол ауырып қалуды ешкім қаламайды, жаман болуды ешкім қаламайды, қиналуды ешкім қаламайды, бірақ оның миының әсері сол ауруға алып барады. Енді ауруға адам жалпы негізі 4 жағдайда душар болады. Ең бірінші ол мақсатсыз өмір. Мысалы, ешқандай мақсаты жоқ. Таңертең тұрды, бір өмірді бір қызықты ететін, оның өміріне бір әдемі түрлі түстер беретіндей, қуаныш сыйлайтындай, рахат сыйлайтындай, ешқандай бір қызықтыратын ештеңе жоқ оның өмірінде.
оның бір шабытын оянып, мен ананы істесем екен, мен мынаны істесем екен, мен мынаған жетсем екен, мен мынаған талпынсам екен деген бір қалаулары жоқ. Яғни адамда өмір сүруге деген мақсаты жоқ кезде ауру пайда болады екен. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп бұл адамда тұншыққан сезімдер өте көп. Тұншыққан сезім деген не? Үндемейтін адам, тұйық адам ішіне бәрін жинай береді. Көп әңгіме де айтпайды, ашылып сырласпайды да, достары да жоқ, бәлкім жалғыздан жалғыз жүре береді, немесе үндемейді. Үндемейтін өзі бір томаға тұйық адамдар кездеседі ғой. Бұндай адамдарды көбісі ойлайды, ой, сондай үндемейтін, қомағай, жуас дейді. Бірақ шын мәнінде оның ішінде ешкім білмейді, не болып жатқанын. Оның ішінде бәлкім бір ит өліп жатқан шығар деген сияқты. Яғни ол ішіне тыға береді, үндемейді, айтпайды, ойын сезімін, ішкі пікірін білдіре алмайды, бәлкім қорқады, бәлкім сенімсіз, бәлкім оған үйретпеді, түрлі себеп бар. Яғни іште тұншыққан сезімдер өте көбейіп кеткен уақытта, әсіресе мысалы бір жасырған, ешкімге айтпаған нәрселер, ешкімге айтпаған бір құпиялар іште сасып, шіріп, мусор болып жатыр. Және сол мусорлар ол адамның өміріне кері әсерін береді. Әдетте маған жеке қабылдауға келген адамдар бір оқиғасын ашып бастап айтады да, мен бұл оқиғаны айтуға қатты қысылып отырмын дейді. Тіпті менің өзіме айтады. Мысалы, маған бейтаныс адам жазылады. Алматыдан, Астанадан, немесе тіпті Турциядан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан жазылады да, мені мүлдем танымайтын адам, бірақ сонда да қысылып, қымтырылып отырды. Мен бұл оқиғаны ешкімге айтпап едім дейді. Сосын мен айтам, бұл оқиғаны қайта сіз айтып, шығарып, іштен шығарсаңыз, қазір сізде жеңілдік болады деп айтқан уақытта ол адам ашылып, ішіндегісін ақтарып, айта бастаған уақытта, дейді ғой, жан дүние, дейді ғой, айттым-ау осыны дейді. Тағы бір айтып жіберейін, кім эфирге жаңадан қосылды, бұл эфирді жақын жуық адамдарыңызға жіберіп қойыңыз. 5-10 адамға бұл тегін эфирге сіздің төлеген ақыңыз болсын, Сосын жібергендер болса, астына плюс белгісін, немесе 5-10 деген белгіні қояйық. Мына астыңғы жағында менің жаңағы суретімне бөлек астыңғы жағында бір белгілер тұр. Самолетик деген белгіні бассаңыз, көптеген адамға жіберу мүмкіншілігі туындайды. Сонымен ауру туралы айтып жаттық жаңа. Яғни адамға ауру келмейді, адам өзі ауруға келеді дегенді айттым, Және оның екі себебін айтып шықтым. Біріншісі мақсатсыз өмір, екіншісі тұншыққан сезімдер дедім. Үшіншісі бұл мына өмірдің заңдылықтарына, Құдайдың заңдылықтарына қарсы шығу. Бұл қалай? Қарсы шығу деген не деген сөз жалпы? Мысалы, өмір бұл белгілі бір заңдылықтардан тұрады. Біз қаласақ та, қаламасақ та, біздің ата-бабамыз, біздің бізге дейінгі өмір сүрген адамдар белгілі бір заңдарды орнатты. Мысалы, отбасыңыз бар, сіздің отбасыңызда да белгілі бір заңдар бар, Әрбір зат өз орнында тұру керек, таңертең тұрасыз, төсегіңізді жинайсыз, тағы басқа, немесе білмеймін енді, неше түрлі заң болады ғой, әр үйдің заңдары әр түрлі. Тура сондай елдің өзінің заңы бар. Мен отбасын айттым, отбасыдан үлкен ел бар, Отбасы бұл кіші мемлекет. Ал біз үлкен мемлекетте өмір сүреміз. Кіші мемлекеттер толған мемлекет, ол үлкен мемлекет. Біз Қазақстан деген елде тұрамыз, және оның конституциялық заңы бар. Белгілі бір нормаларды анықтайтын. Адамның құқығы, жалпы тіршілік атаулының құқығы, қалай жүреді, қалай өмір алмасады, бүкіл түрлі саламызға қатысты неше түрлі бекітілген заңдар бар. Сол заңдарға сай біз өмір сүреміз, және біз сол заңдарды бұзсақ, не істейміз? Айыппұл төлейміз. Яғни үкіметке белгілі бір төлемақы төлейміз. Енді біз төлемақы төлейміз мемлекетте. Ал өмірдің заңдылығын бұзсақ, не істейміз? Өмірдің заңдылығын бұзып жатсақ, ол Құдайдың заңдылығы бар, Алланың заңдылығы бар. Ол не? Қандай Құдайдың орнатқан жер бетіне заңдылығы? Кім біледі? Ол ең бірінші Абай айтып өткен
5 нәрседен қашық бол деген, өсек, өтірік, мақтаншақ, бекер мал шашпақ деген секілді. Яғни рухани заңдар, материалдық заңдардан тұрады. Әлем, өмір белгілі бір заңдардан тұрады. Және біз сол заңдарды бұзатын болсақ, ол жерде ең бірінші біздің ата-анамыз тұрады. Біздің өмірге келуімізге себепші болған ата-анамызға деген өкпереніш, бұл біздің дүйім бүкіл өмірімізге әсер етеді. Оның ішінде денсаулықтан бастап қарым-қатынас, ақша, жетістік, сүйікті істі табу, карьера, даму, тағы басқа. Барлық өмірлік салаларымызға әсер етеді екен. Яғни өмірдің заңдылығын бұзып жатсақ, онда бізде проблема басталады. Бұл проблема көбіне әр адамда әртүрлі болып келеді. Біз мына жүрегімізде не нәрсені мынандай жоғары қыламыз, қатты маңыз береміз, сол нәрсемен сыналамыз. Мысалы, біз ақшаны қатты маңызды қылдық. Ақша дедік, ақшамен сыналасыз. Немесе белгілі бір адамға жармасып алдыңыз. Осынсыз өмір сүре алмаймын, осы менің өмірімнің мәні дедік. Сол адаммен сыналасыз. Қарым-қатынаспен, Немесе денсаулық. Ой, мен ауырып қалмасам екен дедік. Неме? Денсаулықпен сыналып жатамыз. Яғни бізге, жүрегімізге не нәрсені байлап алдық, не нәрсені бүйтіп тық қойдық. Мейлі материалдық дүние ма, немесе рухани дүние ма, нені тық қойдық, нені маңызды едік, нені Құдайдан жоғары едік, сол нәрсемен біз сүрінеміз. Сыналамыз, жығыламыз. Яғни біз сол нәрседен сабақ алуымыз керек. Енді бұл үшінші заңдылығын айттым. Үшінші себебін аурудың пайда болуы. Енді төртінші себеп бар. Бұл жасырын қалау деп аталады. Жасырын қалау дегеніміз не? Мысалы, сіз ауырып қалған уақытта үйде елестетейік, жай ғана грипппен ауырып қалдыңыз. Тұра алмай жатсыз. Сізге келіп балаларыңыз, жолдасыңыз, асты-үстіңізге түсіп, сіздің жағдайыңызды жасап, қамқорлап, сізге жылы сөздерін айтып, халіңізді сұрап не істеп жатыр? Назар аударып жатыр. Негізі көп адамдар ауру себебі осы екен. Жасырын қалау, ауруға деген жасырын қалау. Менде тіпті курста бір адам болды. Мен ауруға соншалық үйреніп алғанмын дейді. Менің денем мына ауруға үйреніп алған. Тіпті бұл ауру менің өмірлік нормама айналған. Бұл ауру кетсе, как будто менің өмірім басқашалай болатын сияқты. Өмірім біртүрлі болатын сияқты дейді. Яғни ол аурамын деп махаббат алады екен күйеуінен. Ол аурамын деп бүкіл назар, адамдармен қарым-қатынас жақсап жатады екен. Яғни адамдар маған көңіл бөледі, келіп көңілімді сұрайды, жағдайымды сұрайды. Мен деген центрде болам, мен вниманиеде болам, мен жақсы көріп жатыр. Яғни ауруды оның өмірі, оның миы, психикасы норма етіп қабылдап алды. Тағы бір адам болған разборда. Бұл енді паникалық атака. Оның ол кісінің жаңағы сұрағы былай болды. Мен үйден жалғыз шығуға қорқам дейді. Сөйтіп сұрақ қоям, жалғыз шығудан не қорқасыз, сұраймын. Себебі келгенде былай дейді, егер менен бұл паникалық атака кетіп қалса, онда мені мына жаңағы үйімдегі адамдар дейді, жақсы көрмей қояды дейді. Яғни ол кісі сол паникалық атака арқылы ол айналасындағы адамдардан махаббат, мейірім алады екен. Енді мен айтам ғой, енді мұны өзгертуге дайынсыз ба десем, жоқ дейді. Білесіз бе, дайын емес. Яғни ол адамға солай өмір сүру, яғни қорқып өмір сүру тиімді болып тұр да оның психикасына. Ол егер қорқынышты алып тастаса, онда оны жақсы көрмей қояды. Оған махаббат, мейірім, жылулық бермей қояды. Оған ол страшно. Ал біздің миымыздың функциясы ол бізді үнемі қорғау, бізді үнемі қорқынышты нәрселерден қорғау, бізді әйтеуір қауіпсіз жерде ұстау. Және оған ол ауру арқылы қауіпсіз болып тұр. Ол жалғыз қалудан қорқады, ол махаббат бермей қояды деп қорқады, ол маған көңіл аудармай қояды деп қорқады. Және оның миы сәйкесінше осы ауруды туындатып отыр. Түсіндіре алдым ба? Кім өзінің ауруын себебін тапты? Қазір разбор өтеміз. Мына жерде терапия бола ма дейді. Терапия деген бір бөлек, разбор деген бір бөлек.
терапия деген бұл жеке қабылдауда жасалатын нәрсе. Разбор деген сіздің жағдайыңызға шолу неден болатын тауып берем. Ал сонымен кеттік. Кімде қандай проблема бар, аурумен мәселені қарастырып жатырмыз. Бүгін кімде қандай ауру бар және сол аурудан жазылғым келеді деген адам маған запрос жіберсін. Запрос жіберу үшін төменгі жағында мынандай жаңағы камераның суреті сияқты ішінде плюс деген белгі бар. Сол нәрсені бассаңыз, маған тікелей эфирге қосылуға запрос жібере аласыз. Мен дайынмын деген адамды қосамын. Сонымен кім бар? Мен тікелей эфирге шығып, өзімнің ауруымның себебін тапқым келеді деген адам болса, мархабат. Көбірек практика болады. Мен азғантай ғана жаңа сөйледім. Яғни сізге аурудың пайда болу себептерін айтып келдім. Кім бар, запрос жасайтын, кімде қандай сұрақ бар, кім менен тегін разбор алғысы келеді, маған запрос жібере қойыңыз. Мен қосам сол адамды. Жалпы бүгінгі эфирді басынан соңына дейін қарап отқан адамдар түсінікті болды ма? Және 5-10 адамға жіберіп қойыңыз. Бәлкім сол қосылған адамдар разбор өтіп, мүмкін ауруынан жазылып кету мүмкіншілігі туындар. Сол үшін төменгі жағында самолетик деген белгі бар, соны басып 5-10 адамға жіберіп қойыңыз. Эфирді көрсін, білсін, ауру неден екенін байқасын, өзіне анализ жасасын, өзінің жағдайын бақылап көрсін. Менде YouTube арнамда да, осы Instagram парақшада да өте көп тікелей эфирлер бар. Адамдармен жұмыс жасалған бір түрлі тақырыптарға. Сол тақырыптарды қарау арқылы да тіпті сіз өз ауруыңыздың себебін тауып қалуыңыз ықтимал. Кім бар сонымен тікелей эфирге мен шығайыншы деген адам бар ма? Кім ауруының себебін тапқысы келеді? Қосыла қойыңыздар. Кімде қандай сұрақтар бар? Сұрақтарды да қоя беріңіздер, мүмкіндігімше жауап беретін болам. Кімде қандай сұрақтар бар? Кім эфирді 5-10 адамға жіберіп қойды? Мына астына жазуыңызға болады. Мен эфирге мынша адамға жібердім. 5 адамға, 10 адамға дегендей жаз қойыңызға болады. Яғни бұл сіздің осы эфирге төлеген ақыңыз болсын. Сонымен кеттік. Кім разборға қатысуға дайын? Кім тегін разбор алғысы келеді? Менен мына төменгі жағындағы плюс белгісін қойып, плюс белгісін басып, маған эфирге шығуға болады. Запрос жіберуіңізге болады. 3 адамға жіберіпті. Молодец, рахмет сізге. Кенжегүл Набиева дейді. Кім разбор алғысы келеді? Маған шығыңыз. Запрос жібере қойыңыз. Запрос жіберу үшін төменгі жағындағы плюс белгіні басып, маған отправить запрос десеңіз, запрос келеді. Және сіздің парақшаңыз ашық болу керек. Егер ашық болмаса, онда сіз запрос жібере алмайсыз. Рыскүл дос дейді, 2 адамға жіберген. Ой, рахмет, Рыскүл ханым. Кім бар сонымен тікелей эфирге разборға шыққысы келетін? Және бұл разбордағы қолданылған техникаларды, әдіс тәсілдерді өзіңізге қолдануға болады. Менде разбордан талай адам жазылғандар бар. Талай адам өзінің ауруының себебін тауып кеткендер бар. Қарым-қатынас шешкендер бар. Ақша потогын ашқандар бар. Сізден разбор алғаннан кейін менің жаңағы өмірімде мынандай өзгеріс болды деген кері байланыстарды өте көп алғанмын. Сондықтан мен білем, бұл разбордың өзі
сіздің миыңызда төңкеріс жасайды. Кеше мысалы разбор жасадық, әкем өліп қалады деген қорқынышпен жұмыс жасадық. И соңында басқа осознание, басқа түсініктер келе бастады. Ол кісіде қорқыныш кетіп қалды. Жеңілдік болды. Енді сізде таңдау бар. Қазір менімен шығып өз ауруыңыздың себебін табуға талпынғыңыз келе ме, жоқ па? Айнұр ханым, Дильноза ханым 5 адамға жіберген. Ой, рахмет, Алла разы болсын. Сонымен кім бар? Мен разбор өткім келеді деген бар ма? Мен дегендер. Ешкім жоқ па разбор өткісі келетін? Кімде қандай сұрақтар бар? Психосоматика тұрғысынан, ақша жағынан, қарым-қатынас жағынан, денсаулық жағынан, баланың ауруы жағынан кез келген сұраққа жауап берем. Міне мүмкіндік бар, яғни сізде маған сұрақ қоюға мүмкіншілік туындап тұр. Күйеуім басы қоймайды, себебі неден болуы мүмкін? Барлық емдерді алдық, но қоймады дейді. Мен дейді. Асимова Жазира ханым, маған запрос жібере қойыңыз, төменгі жағында плюс белгісін қойып, айтайын. Бас ауру себебі, демек, өте көп мида ойлар бар. Баста көп нәрсені ойлайды, айналдыра береді, жаман ойлар әсіресе. Бұл бірінші себебі, жалпылама себебі, және сосын тағы бір себебі бар. Яғни белгілі бір адамдармен араласып, өзіне ұнамайтын, іштей жақтырмайтын, ұнамайтын, ашуын тудыратын бір адамдармен араласады. Сөйлеседі, қарым-қатынасқа түседі, бәлкім ол бастығы ма, немесе үйіндегі бір адам ба, білмеймін ғой. Және ол адаммен сырттай күліп сөйлеседі, бүйтіп, жақсы, деп бүйтіп күліп сөйлеседі, қолдайды, ол адаммен сөйлесуге мәжбүр, бірақ іштей ашуланады. Іштей, мына мидың жарты бөлігі, мына бастың бір бөлігі. Жазира ханым, сіз қосыла алмай жатсыз, себебі не может дейді, не екенін. Қазір мен сізді қабылдап көрейін. Мына жарты бөлігі қабылдайды жаңағы адамды, екінші жарты бөлігі қарсы. Міне осындай уақытта бас ауырады. Міне екі жақ бөлігі, екі жақ бірін-біріне қарсы. Жазира ханым, барсыз ба? Жазира ханым? Қайдасыз, Жазира ханым? Саламатсыз ба? Мен кеше прямой эфирде разбор алдым. Керемет сезім болды. Өте жақсы жеңілдік болды менде. Ой, рахмет, молодец. Әсия ханым, кері байланыс үшін көп рахмет. Міне осындай тікелей эфирдегі разборға кім қатысуды қалайды? Кезек күтулеріңізге болады. Маған Жазира ханым қосылған, бірақ Жазира ханым жоқ болып кетті. Жазира ханым, қайдасыз? Бұл кісі қосыла алмай жатыр ма? Қатып қалды ма әлде? Бірдеңе болды. Ал кім бар тағы да? Тікелей эфирге қосам. Мен эфир өткім келеді, разбор өткім келеді деген адамдар болса, мархабат. Бүгін біз ауру туралы айтып жатырық. Ауру неден болады, не үшін болады, не үшін адамның өміріне адам ауруға келеді деген тақырыпты қарастырдық. Аурудың себептерін айтып шықтық. Енді сол белгілі бір диагноз бар адаммен жұмыс жасаймын қазір. Қандай ауру болмасын, мейлі. Кез келген аурумен жұмыс жасаймын. Мүмкіншілік қой, бұл күшті мүмкіншілік қой. Менде жеке қабылдау 50 000 теңге тұрады. Ал сіз мына жерден тегін разбор алып кету мүмкіншілігіңіз бар да. Мына Асима ханым секілді. Жаңағы жазған адам бар ғой, күйеуім басы қоймайды деген адам. Яғни, бұл жерде жаңа түсіндіріп өттім, белгілі бір адаммен қарама қайшылық бар, бірақ оны сыртқа көрсетпейді. Іштей жақтырмай тұрса да сыртқа көрсетпейді. Яғни маскамен өмір сүреді. Осындай адамдарда бас ауру болады. Жазира ханым, барсыз ба?
Шығып кетті Жазира ханым. Енді кім бар? Запрос жіберуіңізге болады. Ташбибі ханым запрос жіберіпті. Мен сізді қабылдадым. Күтеміз. Саламатсыз ба? Жолдасымның аяғы мұздайды, неден болуы мүмкін дейді. Енді аяқ мұздауы әртүрлі себеп болады. Әртүрлі себеп болады. Ташбибі ханым, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Жақсы. Телефонды тіреп қойыңыз. Отырып алыңыз ыңғайланып. Телефонды бір нәрсеге тіреп қойыңыз. Анан өзіңді жалаш. Қоя аласың ба? Артына бір нәрсе қойсаңыз, ол тіреліп тұрады. Сосын отырып алыңыз, мен сіздің жүзіңізді көрейін. Ой, нашар болып жатыр сіз. Бізде уақыт. Бұл кісінің интернеті нашар болып жатыр ма бірдеңе? Гүлнұр ханым, сәлеметсіз бе? Шүкір, жақсымыз, аманбыз. Дайынсыз ба, Ташбибі ханым? Дайынмын. Қандай мәселе сізде? Қай жеріңіз ауырып жүр? Менде сол бронхтарым мына сырылдап, демікпе ғой. Демікпе. Неше жыл болды басталғанына? Сол сырылдағаны кетпейді да еш. Ендігіп қала беремін. Басталғанына? Негізі ендігі ондай менде биыл ғана болды. Бірақ жалпы бұрындары осы астма деп айтылғанмен, бұндай болмайды. Сәл бір жөтеліп, лечение алғаннан кейін қойып кететін еді да. Енді биылғы жылы бүйтіп анау дәрі ішіп бүйтіп әйтеуір жөтелдерім қояды жөтелі. Бірақ мына ентігу кетпей тұр. Қашан неше жыл болды басталғанына? Негізі бірінші астма деп айтқан кезде 2016 жылы еді. Бірақ одан кейін қойып кетіп бірнеше жыл общем қайталанған жоқ та. Былтырдан бері қайта қайталанып, биыл осыны шиқылдап, жаңағыдай ентігу сол биыл пайда болды. Қандай уақыттар болады? Қандай уақыттарда? Қандай уақыттар? Сезон, мысалы, суықтан болады, или бір сол жөтелі бір нәрсе болады, и содан кейін осындай болады. Или бір нәрсенің иісіне менде ана түшкіру сондай болады да, қатты острый иістерден, бензиннің деген сияқты. И содан кейін сол осындайға айналып қалады да, кейін кету қиын болып. Биылдықта сондай болып тұр. Бүйтіп шиқылдап ентігу деген менде жоқ еді бірақ. Неден болды деп ойлайсыз өзіңіз? Сіздің версияңыз? Менің версиям ба? Менің версиям анандай газдың сондай иістері ұнамайды маған, сондай бензин иістері ұнамайды. Сондай нәрселерден аллергический болып қалған ба, білмеймін, сондай. Аллергиядан астмаға айналған ба сонда, демікпеге? Иә. Негізі басында сондайдан басталып кетеді да, или жаңағы не болады ғой, суық, екі жақтан бірдей самал болған кезде, или жаңағыдай бір қатты бір красканың иісі, ащы иіс, бензиннің иісі, сондайдан басталып кетеді да негізі. Көбіне? Және ол иістер қайдан келеді сізге ол иістер? Мысалы таксилерге кейде мініп қалсаң, бензиннің шығып тұратын болып қалса. Сыртқа шыққанда, демек? Иә. Жұмыс жасайсыз ба? Мен садикте істеймін ғой.
садикте істейсіз. Күнде көлікпен қатынайсыз ба? Жоқ, күнде көлікпен қатынамаймын. Мен негізі жаяу барып келемін. Бір жұмыстармен бір жақтарға баратын кезде бір таксиге мініп қалғанда, сондай болғанда бір таксиге мінгенде бензиннің иісі шығып, содан бірден мұрнымнан су ағып түскіріп Содан кеткен. басталды ма? И ремонт кезінде бір краскалардың иісі болып қалса, сол да ұнамайды. Ташбиба ханым, қазір сол ауруды көріп отырсыз ғой, мені? Сіз толық маған көрінбей отырсыз. Мына ауруды сізден алып кеттік. Мысалы, мынау сіздің ауруыңыз. Алып кеттік. Мынаған қарағанда қандай сезім оянады сізде? Мен что-то сізді көрмей. Бағана көрініп тұрған едіңіз, қазір көрінбей қалдыңыз да, не айтып жатыр? Көрінбей тұрмын ба мен сізге? Жақсы. Онда ауруыңызды алдыңызға қойдық делік. Не нәрсе шығады? Қандай образ шығады? Сіздің астма ауруыңызды денеңізден шығардық та алдыңызға қойдық делік. Қандай образ шығады? Не нәрсе шығады? Мысалы, тас шыға ма, бір құм шыға ма, білмеймін. Не келеді ойыңызға, соны айтыңыз. Қандай фантазия келеді ойыңызға? Бір нәрсе түйіліп тұрған нәрсе сияқты да, бір орамалға түйіліп тұрған нәрсе сияқты ма, бір. Оған қарағанда Ташбибіде қандай сезім? Қандай бір демаламай қалған сияқты ма, бір ауыр болып тұрған сияқты ма? Қалай? Ауыр болып тұрған сияқты ма, бір. Ауыр ол қорқыныш па, реніш па, ашу ма, не ол? Не нәрсе ауыр сезім? Ауыр нәрсе сияқты болып тұр, әйтеуір. Не нәрсе сол ауырлықтың аты қалай? Қандай сезім ол? Өкініш па, ашу ма, ыза ма, қорқыныш па, жек көру ма? Ашу ма, сондай. Кімге ашуландық бұл? Ташбибі кімге ашуланды? Жасыңыз нешеде, ханым? 59. 59 жасқа дейін кімге ашуландық? Ең алғаш рет осындай ашуды кімге сезінетін едік? Өзіме деген ой келіп қалды маған қазірше. Өз-өзіңізге ма? Білмеймін, сондай ой келді. Өз-өзіңізге ашуланасыз ба? Енді ашуланасың ғой, Не үшін өз-өзіңізге ашуланасыз? Отбасыңа ашуланасың, сол басқа білмеймін. Жоқ, жаңағы сіз айтқан жаңағы түйінделген бір комок сияқты, сырты түйілген орамалмен дедіңіз, иә? Иә. Сол жерінде тұрған сияқты болып тұрады да. Иә. Сол нәрсеге қарағанда ашу сезімі, ауыр сезім сезінем дедіңіз. Дәл сол сезімді бұрындары қашан сезінетін едіңіз? Ауыр ашу сезімін. Бұрындары. Бұрындары ма? Сезінбеген. Айтуға дайынсыз ба? Бұрындарда. Ау? Иә, бұрындар. Мен көрбей отырмын. Негізі телефонды тіреп қойған жақсы еді. Бет-бе-бет кәдімгі жүздескенді жақсы. Бұрындары қашан сезіндіңіз сол сезімді? Ашу сезімін. Кім еске түседі, бірден айтыңыз. Бірінші келген ой. Ешнәрсе есіме түспей тұр. Әлде ұялып қорқу түсі ба, халықтың алдында айтуға? Білмеймін. Айтшы. Есіме түспей тұр. Дайынсыз ба негізі ауруыңыздың себебін табуға? Дайынмын, бірақ есіме түспей тұр ғой. Онда еске түседі. Немесе ұялып отырсыз ба? Мен өзім көрініп тұрмын, сіздерді неғып көрінбей тұрмын, иә? Иә, көрінбей тұрсыз. Сонымен, Ташбиба ханым, кімге ашуланатын едіңіз? Кімге ашуланам? Мен негізі мынандаймын да, біреуге ашулансам да, бүйтіп жаңағы ғой, енді бағана айтып жатыр едіңіз ғой,
бір нәрсе ұнамаса да айтпай қоя салып ішімде қалдырып кете салатын адам үнсіз. адаммын да негізі. Мхм. Үнсіз қалу. Сол кімге ашуланғаным да есімде жоқ, өйткені мен былай іштей жаңағы не қылсам да айтпай қоя салып сөйтіп кете беретін адаммын да. Кейін кешіріп жібере салып деген сияқты. Жақсы, онда жаңағы түйіншек сіздің ауруыңыздың суреті дедіңіз, иә? Бұл ашудың артында Ташбибі нені қалайды? Қандай ниеті бар? Қандай ниетіңіз бар? Жалпы ашулану арқылы қандай ниетіңізді жүзеге асырып жатсыз? Ашулану арқылы. Қандай болғыңыз келеді? Нені қалайсыз? Ниетіңіз қандай? Жақсы жағынан болады ниет. Үнемі бізде ниет жақсы жағынан. Бірақ біз оны негативті жолмен жүзеге асырамыз да? Иә, ашудың артында. Енді мысалы кейде мынандай жағдайлар болатын еді ғой, например, біреулерге жақсы жақсы қарым-қатынаста боласың да, кейін ол адам жаңа соны дұрыс бағаламай, сондайларға может ренжіген жерлерім болған шығар енді. Бағаланбай қалдым, иә? Иә. Бағаланбай қалған Ташбибінің артында, оның артында қандай ниетіңіз бар? Бағаланбау деген не? Бірінші келген ойда. Сол мысалы басқа адамдар ренжіп қалады, не қылады, сол кездерде жаңағы жақсылық жасаймын десең, ол адам дұрыс түсінбей қалды деген сияқты бір сондай нәрселер да енді. Ол дұрыс түсінбей қалды. Ташбибі қандай сезімде болады? Ташбибі қандай сезімде болады? Ол дұрыс түсінбей қалса? Сол кезде ренжіп қалады да енді, мен бүйтіп ойласам, ол басқаша ойлап қалды деген сияқты да. Оның артында бірақ сіз нені қалайсыз? Сізді бағалағанын, жақсылығыңызды білгенін ба? Иә. Демек, өзіңізді құнды сезінгіңіз келеді, иә? Бағалы, құнды сезіну. Иә. Ал енді құнды бағалы сезініп жатсаңыз, қандай сезімде боласыз? Ұнай ма? Ұнайды, иә. Ол қандай сезім? Ол қандай Ташбибі? Ол қандай Ташбибі? Жақсы. Бақытты ма? Бақытты. Енді айтайық, менің ішкі түйсігім? Менің ішкі түйсігім? Менің бақытты болу ниетімді? Менің бақытты болу ниетімді? Асма ауруы арқылы емес. Асма арқылы емес. Жаңа мінез құлық моделі арқылы жүзеге асыруыңды сұраймын. Бұл жаңа мінез құлық моделі мен үшін отбасым үшін қайырлы берекелі болсын. Енді қандай ой келді? Бақытты болу үшін Ташбибіге қандай болу керек? Қандай болу керек? Өзгеру керек па? Өзгеру керек па? Жаңа мінез. Иә, қандай ой келді? Мысалы, мынандай ойлар болады. Жаңа мінез құлық модель деген мейірімді болу, қамқор болу, өзің жақсы көр, тағы да басқа. Қабылдау керек, барлық нәрсені, ситуацияларды деген сияқты. Барлық жағдайды қабылдау, тағы. Бақытты болу үшін қандай болу керек? Ташбибіге тағы сұрақ. Бақытты болу үшін сол барлық нәрсені қабылдап, тағы. Ренжімеу керек ешкімге. Жоқ, жақсы жағынан айтайық. Позитивті жағынан айтайық. Бәрі қалыпты деп есептеп, жаңағы позитивті ойда болу керек та енді. Позитивті ойда жүру, көңілді жүру мысалға, да? Иә, көңілді жүру. Тағы қандай болу керек бақытты болу үшін?
Қуана білу керек, адамдарға жақсы қуана, тілек тілеу керек, рахмет айту қуана керек білу, деген сияқты. қуана білу, жақсы тілек тілеу. Риза болу. Аха, риза болу. Болды ма? Иә, сол барлық алғыс айтып жүру деген сияқты. Аха, жақсы. Енді сұрайық, менің ішкі түйсігім Менің ішкі түйсігім жаңа мінез құлық моделі. жаңа мінез құлық моделі Мгм. Мен үшін, отбасым үшін, мен үшін, отбасым үшін, қоғам үшін қоғам үшін қайырлы берекелі ме? қайырлы берекелі ме? Мгм. Қандай жауап келді? Иә деген. О, тамаша, рахмет дейміз. Рахмет. Менің ішкі түйсігім Менің ішкі түйсігім барлық түйсіктер келісім берді ме? барлық түйсіктер келісім берді ме? Мгм. Қандай жауап? Иә деген. Мгм. Енді айтайық, менің ішкі түйсігім Менің ішкі түйсігім жаңа мінез құлық моделін жаңа мінез құлық моделін менің өмірімде менің өмірімде ең күшті жерде, ең күшті жерде, ең күшті мекенде, ең күшті мекенде, ең күшті уақытта ең күшті уақытта жүзеге асыруды жүзеге асыруды өзіңе тапсырдым. өзіңе тапсырдым. Мгм. Терең демалып, тапсырдым, босаттым дейміз. Тапсырдым, босаттым. Мгм. Енді ашу бар ма? Жоқ. Мгм. Қандай сезім? Менде бронхтарым бір жеңілдеп ашылып жатқан сияқты. Бізде бар ғой, демікпе деген нәрсе, былай ғой. Міне, дем алдым, дем шығардым, дем алдым, дем шығардым. Яғни мен жұртқа беріп жатырмын, бірақ маған қайтармай жатыр. Менде баланс жоқ деген нәрсе. Түсіндіресіз ба? Сіз сол үшін ашуланады екенсіз. Сіз ашудың негізінде сол асманы тудырып тұр сіздің денеңіз. Бәлкім сол асманың негізінен сіз белгілі бір адамдарға жақсылық жасауды қойып кеткен шығарсыз. Солай ма? Ол не жақсылық еді? Білмеймін, біреулерге ашық. Кімге не жасадыңыз? Қайтпады дедіңіз. Кімге қандай жақсылық жасадыңыз? Қайтпадыңыз деп ренжідіңіз. Енді өзіміздің не ғой жаңағыдегі былай абысын не арасында болатын нелер ғой бізде. Жаңағыдегі үлкен деп жаңағы сыйлайсың, бірақ одан жаңағы басқа әңгіме естіп қаласың. Сондай нәрселер бұрынғы болған нәрселер шығар деп ойлаймын мен. Сондай нәрсе ғой. Дәл қазір ешкімге анау қайтпады бүйтпеді деп ойламаймын, бірақ бұрынғы сол кездерде реніштер болғанда сондай. Енді қандай сезім болды? Енді Ашу бар ма? Манағы түйіншек бар ма? Ашудың. Мана айттыңыз ғой, ауруды шығарғанда түйіншек шықты дедіңіз. Сырты оралған орамалмен. Сол бар ма? Жоқ. Қайда кетті? Жоқ болып кетті. Құтты болсын ал. Бұйыртса Алланың қалауымен жазылып кетесіз. Рахмет. Берекелі болсын ал. Жақсы. Жоғарысындағы X белгісін басып шығып кетуіңізге болады. Мен келесі адамды қосайын. Кім бар тағы да разбор өткісі келетін, маған запрос жіберуіңізге болады. Кім көрді жаңағы Ташбиба ханыммен өткен разборды? Кім көрді? Кім қандай инсайт алды, түсінік алды? Айтпақшы, жаңадан келген оқырмандар үшін айтып өтейін. Бұл эфирді, мына самолетик деген белгі тұр ғой, соны басып 5-10 адамға жіберіп қойсаңыз, бұл эфирге төлеген ақыңыз болады.
яғни белгілі бір адамдардың жазылуына сіз себепкер болып қалуыңыз ықтимал. Сол үшін соны басып 5-10 адамға жіберіп қойыңыз. Рахмет, күшті болды дейді Ташбибі ханым, міне шығып жатыр. Тағы да кім бар осылай ауруының себебін анықтауға? Дилноза ханым, маған запрос жібере қойыңыз, төменгі жағында плюс деген белгі бар, сол плюсті басып, маған шыға қойыңыз. Запрос жіберсеңіз, мен сізді қабылдаймын. Біз жаңа Ташбибі ханымның психикасына, түйсігіне бағдарлама қойдық. Бағдарламаны жаңа мінез құлық моделіне ауыстырдық. Яғни жаңағы ашу арқылы жүзеге асырып жүрген мінез құлқын өзгертіп, басқа жаңа мінез құлық моделіне байладық. Енді ол ашу сезімі туындамайды, ол адамда ішкі түйсігі жаңа айтқан мінез құлық моделін жүзеге асыруға талпыныс жасайды. Кім бар тағда? Тікелей эфирге қосылуға маған запрос жібере қойыңыз, мен сізді эфирге қосам, разбор өтетін боласыз. Кім эфирді 5-10 адамға жіберіп қойды? Рахмет айтам, шын жүректен. Алла разы болсын. Жаңа Дилноза ханым қайда? Дилноза ханым қайдасыз? Маған запрос жібере қойыңыз, эфир жаңағы Инстаграм парақшаңыз ашық болсын. Міндетті түрде ашық болмаса, сізді эфирге шығармайды. Сондай бір шарты бар Инстаграмның. Сол үшін сізде ашық болу керек. Бірінші шарт, екінші шарт, сіз маған запрос жібере қойыңыз. Мен сізді қабылдаймын. Кімде тағы да қандай сұрақтар бар, қойғысы келіп жүрген, Инстаграм парақшамды бұрыннан қарайды, бірақ белгілі бір көкейіндегі сұрағын қоя алмай жүрген адамдар болса, жазсаңыздар болады. Жауап берем бәріне. Мана бір адамның сұрағы жауапсыз қалдау. Кім еді сол кісі? Саламатсыз ба? 4-ші стадия химияға гемоглобин түсіп кетіп жатыр, метастаз кетіп жатыр, емдей аласыз ба? Жеңгем 61 жаста еді дейді. 4-ші, 3-ші стадия негізі ол уже күрделеніп кеткен нәрсе ғой. Онкология деген нәрсе өзі жалпы күрделі. Басқа ауруларға қарағанда, Ол жерде енді 4-ші, 3-ші стадия болса, тіпті біріншіден ол адам өмір сүргім келеді деген ниет болу керек. Прям мен шынайы түрде сіздердің алдыңызда айтып тұрмын. Ол адамның ең бірінші ниеті өмір сүргім келеді деген ниет болу керек. Содан кейін ғана барып терапияға алып көруге болады, қарастыруға болады. Енді нәтиже қалай болатынын мен білмеймін. Бір адамда болады, мысалы, бір терапияның өзінен онкология болсын, басқа ауру болсын, жазылып кетеді. Ондай ситуациялар өте көп болған. Бір адамға болады, бір емес, 2-3 қажет болуы мүмкін болады. Терапия айтып тұрған. Және сол терапияларды өтуге дайын ба? Бұл кәдімгі мына психиканы аударып төңкеру, шығару. Және ол жерде де түпкі ниеті, мысалы, кейбір адамның жасырын қалауы болады. Аурудың себебінен бөлек, оның жанама түрде жасырын қалауы жүреді. Яғни аурудан жазылуға мына психика қарсы болады, егер жасырын қалау болса. Вторичная выгода дейді. Жаңағы кісінікі сияқты. Соның барлығын ескеріп, сонымен жұмыс жасауға дайын болса, жеке қабылдауға жазылуға болады. Және ол адамда міндетті түрде ниеті болу керек. Яғни мен жазылғым келеді, мен өмір сүргім келеді деген ниет болу керек. Қалау сезімі болу керек. Егер ондай ниетті болмаса, мен тіпті жеке қабылдауға да алмаймын ондай адамды. Сондай шартым бар. Себебі ол жеке қабылдауға келгенмен оның ниеті жазылу болмаса, ол терапия әсер етпейді. Саламатсыз ба, мен қарыздан қарызға кіріп жатырмын, қалай шығуға болады? Енді бұл жерде де себеп бар ғой.
Демек қарыздың белгілі бір сізге пайдасы бар. Соны табу керек. Пайдасын табу керек. Қандай пайдасы бар маған? Қарыздың мен үшін қандай пайдасы бар деген. Кім тағы да разбор өткісі келеді, маған запрос жібере қойыңыз. Кім бар, разбор өткім келеді деген адам бар ма? Кімде тағы да қандай сұрақтар бар? Сұрақтарға жауап береміз, сосын эфирді аяқтаймыз онда. Кімде қандай сұрақ бар? Кім разбор өткісі келеді? Мархабат. Негізі мен кеше стористе айтқан болатынмын. Бүгін бе? Бүгін айттым. Қандай тақырып, жоқ кеше айттым. Қандай тақырып сіздерге қызықты? Сол үшін жаңағы қалай еді? Қандай тақырып қызықты деп айтқан едім, иә? Сол кезде көбісі ауру туралы айтыңызшы деді. Сондықтан мен бүгін ауру тақырыбын қозғаған едім. Сол тақырыпты көбісі жаңағы дауыс берген соң. Бірақ енді алдағы эфирлерде ақша тақырыбын қозғаймыз. Қарыз тақырыбын қозғауға болады. Ақша тақырыбы, не тағы баланың ауруы, түрлі ауруларды айтатын болам. Алла қаласа тікелей эфирде. Басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Кім разбор өткісі келеді? Маған мына төмендегі плюс белгісін қойып шығуыңызға болады. Менде зоб бар, бұрыннан тынысым тарылады дейді. Зобтың себебін табуға болады ғой. Даусым шықпай тұр ма? Дауыс жоқ деп жатыр ғой мұнда. Қайда жазылуға бола ма? Асия ханым, не нәрсені айтып жатсыз? Қорқыныш туралы айтыңызшы. Разборға болады әрине. Жіберіңіз разборға, мына төменгісінде плюс белгісі бар. Сол плюсті басып, маған запрос жіберіңізге болады. Света Нұрғалиқызы деген аккаунт. Ателье дейді сосын. Сол аккаунт маған жібере қойыңыз, мен сізді қабылдаймын. Сосын аккаунтыңыз ашық болу керек. Инстаграм аккаунтыңыз закрытый болса, жабық болып тұрса, онда сізді прямой эфирге шығармайды. Менде бүйрегім ауырады. Міне шығыңыздар. Кімде қандай аурумен проблема бар? Қазір міне мүмкіншілік. Психосоматика арқылы жазылуға бола ма? Әрине болады жазылуға. Неге болмасын? Психосоматика арқылы өте көп жазылған адамдар бар. Бір адам жіберді, міне. Қазір қосылсын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім болады? Есімім Айгүл. Айгүл ханым. Нөкс қаласынанмын. Ау? Нөкс қаласынанмын. Нөкс. Қарақалпақстан, е? Нөкс қаласы. Қандай мәселе сізде? Мендегі мәселе, ұлым 4,5 жаста. Ұлым 5-те. Енді бұл менің ұлым тілі кеш шығып жатыр да. Тілім кеш шығып жатыр. Біздерге енді қазір азғандай эффект бар, сөйлеп жатырды, но біздер сұрау берсек, обратно біздердің сұрауымызды қайтарады да өздерімізге. Өзі пікірлеп, мынау не зат деп сұрау жоқ да. Соған алаңдап жатырмыз да. Сонда қандай диагноз қойылып тұр балаға? ЗПР. Қашан қойылды? Қазір 4,5 жаста дедіңіз. 3 жастан бері сол қараттық, невропсихологқа апардық. Ол кейіннен азғантай барып қалып кетті. Енді
ойланып жатырмыз да, пока баланы тыныш қойсақ па екен, или логопедке апарсақ па екен, қайталдан. Демек, бала түсінеді, бірақ жауап қайтармайды, иә? Түсінгенім. Түсінеді, һәммесатты түсінеді, яғни жауап қайтарғанда жеңіл түрде жауап қайтарады бізге да. А так бізде сұрау берсек, мәселен, атың кім, фамилияң кім десе, соны бізге қайтарады да, обратно. Сіздің айтқаныңызды қайталайды. Аға, түсінікті. 3,5 жаста қойылды ма сонда ЗПР? Иә. Аха, оған дейін қаратқан жоқсыз ба баланы? Апарып көрсетіп тұрыппын, дәрілерін ішкіздім, невропатологқа апардым, логопедке азғантай уақыт апарып, тағы қалып кетті, сондай. Апарамын бір 2-3 ай апарамын, қалып кете береді да. Сол өзім нем болмай қалады, уақыт болмай қалады. 2021 жылы ковид уақытында туылды ғой енді. Аха, түсінікті. Жақсы, көзді жұмайық. Айгүл ханым, терең демалайық. Баланың аты кім? Рамазан. Рамазан? Аха. Көзді жұмамыз, терең демаламыз, е? Бұрынмен телефон тіреп қойдыңыз ба? Жоқ, қолымда тұрыпты. Жоқ, телефон тіреп қойыңыз. Тіреп қояйын ба? Аха. Бір нәрсе артына бір бокал бірдеңе қойсаңыз тіреліп тұрады. Қойдым. Болды. Көзді жұмамыз, терең демаламыз. Тура осылай. Енді балаңыздың бет-әлпетінің түрін елестетейік. Рамазанның. Елестеттік па? Оның жестикуляциясын елестетейік. Сөйлегенін елестетейік, ымдағанын, күлгенін елестетейік. Енді сіз Рамазансыз. Сіз енді маған Айгүл емес, Рамазан болып жауап бересіз, жақсы ма? Рамазан, халің қалай? Жақсы. Неше жастасың? 5. 5 жастасың. Неге сөйлемей жүрсің? Не себепті? Менімен ойнамайды ешкім. Кім ойнамайтын? Мамам, папам. Назар аудармай ма? Иә. Сол үшін сенің мама-папаның назарын аудару үшін осылай ауырып қалдың ба? Сөйлемей қоясың ба сол үшін? Иә. Ренжисің ба мама-папаға? Жоқ. Әлде жалғыз сезінесің ба? Иә. Бұл жалғыздық қашан пайда болды сенің өміріңде? Рамазан? Көп уақыт болды. Аха, молодец. Неше жаста? Қазір сен 5-сің. Неше жаста пайда болды? 3 жаста. Аха, 3 жаста не жағдай болып еді сенің өміріңде? Не жағдай болды? Рамазан, айта ғой. Қай жерде болдың? Кім болды қасыңда? Рамазан, естіп жатсың ба мені? Иә. Аха. Қай жердесің? Кім бар? Айтып көрші маған. Естілей алмай жатырмын. Аха. Үйде ма, далада ма? Қай жердесің? Ойыңа не келеді, соны айта қойыңыз. Үйдемін.
Аға, молодец. Кім бар қасыңда? Рамазан? Апам, әжем Аға. Не болып жатыр? бақырып жатыр. Айқайлап жатыр ма олар? Қой деп жатыр. Аға, не нәрсені қой дейді? Мен не істесем қой дей береді маған. Ештеңе жасауға рұқсат етпей ма? Иә, Мхм. Сол кезде Рамазан қалай сезінеді өзін? ешқашан сөйлескісі келмей қалады. Ешкіммен сөйлескісі келмей қала ма? Иә, Молодец. Тағы қандай сезім болды? Әжеге ренжіді ма? жоқ, Әлде жалғыз сезінді ма? Әлде қорықты ма? қорықтым. Аға, неден қорықты Рамазан? Неден қорықты Рамазан? Бақырады деп қорқамын. Айқайдан қорқады, иә? Иә, Аха. Молодец. Айқайдан қорқады. 3 жасқа дейін де болды ма осындай сезім Рамазанның өмірінде? Қорқыныш, жалғыздық болды ма? иә, Мамасының ішінде жатқан кезде. Қашан болды? иә. Қашан болды? Мамамның ішінде болды. Құрсақта жатсың, иә? Маманың ішінде. Иә. Неше айлықсың? 5 айлықпын. Аға, не жағдай болды сол кезде? 5 айлық кезіңде. Рамазан, не көріп жатсың? Не естіп жатырсың? Не сезіп жатырсың? Қорқып жатырмын. Неден қорқып жатыр ол? Неден қорқып жатыр Рамазан? Өмірге келуден қорқа ма? Әлде адамдардан қорқа ма? Неден қорқады? Өмірге келуден қорқады. Аға, не үшін өмірге келуден қорқады? Неге өмірге келуден қорқады? Білмейді. Не болады деп ойлайды өмірге келсе? Не болады деп ойлайды Рамазан? Ал өмірге келді Рамазан. Не болады? Рамазанға не болады? Оған ұрса ма, айқайлай ма? Әлде өмір жаман, қатал ма әлде? Неден қорқып жатыр? Бақырады деп қорқады, бақырады деп. Аха. Ал анаң қандай сезімде Рамазан? Анамда қорқыныш бар. Қазір сол 5 айлық Рамазан болып сөйлейікші, мамаға айтайық. Маманы елестетейік. Иә, Рамазан? Айтайық, мама. Аха. Мен сізге ой сезімімді айтсам бола ма? Мен сізге ой сезімімді айтсам бола ма? Мен өмірге келуден қорқам. Мен өмірге келуден қорқамын. Бақырады деп. Бақырады деп. Маған ұрсады деп. Маған ұрсады деп. Тағы не айтасыз мамаға? Не айтар едіңіз мамаға? Рамазан тағы да не айтар еді мамасына? Менімен сөйлесші, менімен ойнашы мама деп айтар едім. Мен жалғыз сұраймын, иә? Иә. Маған көңіл бөлші деп айтар едім, менімен ойнашы мама деп айтар едім.
кітап О, оқып берші маған мама деп айтар едім. молодец, молодец. Мамаңыз тыңдады ма сізді, Рамазан? Иә, иә, А, тыңдады. не деді? Мама не деп жатыр енді сізге? Иә, мен саған кітап оқып беремін, сенімен боламын деп айтып жатыр. О, молодец. Енді 5 айлық Рамазан қалай сезінеді өзін? Күшті сезінеді, күшті. Аха, қорқыныш кетті ма? Иә, Аха. А, бақырат деген ой бар ма? Адамдар ұрсады, маған бақырат деген. жоқ, жоқ, Аха, өмір енді қауіпті ма? Рамазан жоқ, үшін? Өмір жоқ. қандай? Өмір күшті, зор өмір. Бақытты. О, Адамдардың бәрі мейірімді. о, Махаббаты қабылдаймын. күшті. Мен үшін махаббат күшті. Аха. Жалғыз сезіне ма ол өзін? Жоқ, Жоқ. жоқ. О, енді анасының жылулығын сезіне алды ма, Рамазан? Иә, иә, Мгм. А, өмір күшті дегенді қабылдай ма? қабылдайды. Терең дем алып қабылдаймын дейік. Қабылдаймын. Қабылдайды. Енді қандай сезім Рамазанда? Зор. Аха, енді жаңа 3 айлық кезде айттыңыз. Жоқ, 3 жаста айттыңыз. 3 жаста әжем ұрсады, айқайлайды, ештеңе тиіспе отыр дейді, иә? Иә, Әлі де солай ұрсып жатыр ма? жоқ. Аха, әже не деп жатыр Рамазанға? Бірге ойнаймыз балам деп жатыр. Ешкіммен сөйлескім келмейді деген қалауың бар ма? Енді 3 жастағы Рамазанда. Жоқ, жоқ. Аха, сөйлескісі келе ма адамдармен? Иә, Айта ала ма? Мен адамдармен сөйлескім келеді. мен адамдармен сөйлескім келеді деп жатыр. Аха, араласқым келеді. Иә, мен ақылдымын деп жатыр. О, қабылдайсың ба, Рамазан? Қабылдаймын. Аха, терең дем алып қабылдаймын дейік. О, енді Рамазанда қандай сезім? Күшті жетез. Сөйлескісі келе ма енді ол? Иә, Аха, кіммен сөйлескісі келеді? мамасы, папасы, әпкесі, О, достары, тетясыменен. аха, тамаша, тамаша. Құтты болсын. Терең дем алып, өзіңізді еске алыңыз, бет-әлпетіңізді, түріңізді, балаңызды жіберіңіз. Түсіндіңіз бе балаңызда неше ЗПР болып жатқанын? Иә, түсіндім. Рахмет сізге. Әмин. Балаға көп көңіл бөлу керек. Иә, Сол үшін ауырып жатыр ол. иә, Сіз оны ауырған кезде анда алып барасыз, мында алып барасыз, тексертесіз, онымен бірге боласыз, оның үстіне түсесіз, дұрыс па? дұрыс, дұрыс. Оның ниеті соны жүзеге асыру, сізден махаббат дозасын алу. Дұрыс, Соны ауру арқылы жүзеге асырып жатыр қазір баласы. дұрыс, дұрыс. Сіздің тарапыңыздан не істеу керек? Барлығымен сөйлесу керек. Махаббат беру керек. Ойнау керек баламен. Аха. Неше күн ойнау керек? Баламен, Неше күн ойнау керек? Неше ай ойнау керек? күнде ойнау керек, уақытта болу керек балаға. О, Махаббат қанша беру уақыт керек. бөлетін боласыз енді? Беру керек. Аха. Өз табамын балам үшін. Күнде. Мхм. Просто маған назар аударшы, мама деп тұр ғой. Иә. Тамаша. Құтты болсын. Өзімнің күйеуімде бір қандай да бір тыныштыққа келген деймін да. Рахмет сізге. Әмин, әмин. Сізді жақсы көремін. Махаббат. Аха. Мен де сізді Рахмет. жақсы көремін. Мен Ана, аха. Айта қойыңыз. сізді арасында күзетемін да.
енді бүгін дежурстводан келіп ұйықтап жатыр едім ғой, жаңа азғантай көрейінші деп. Алла қаламаса не қылмайды дейді ғой, Алланың өзінің несіменен мен өзім сізді жақсы көргеннен кейін тарта алдым ба деп ойлаймын да. Бір қарайыншы деп прямо эфирге кіріп қалдым да, сол мен еш сізбен бір мынандай байланысамын деп ойлаған жоқпын да, Алланың қалауы болды да бұл. Иә. Менің миыма салды. Тікелей эфирге шық. Жақсы көремін сізді. Сізді қосты дегендей ғой. Иә. Бәрі Құдайдың қалауы. Жоғарысында плюс ана X-ті басып шығып кетуіңізге болады. Сәттілік тілеймін сізге. Сіз жақсы көремін. Бопты. Аман болыңыз. Аман болыңыз. Рахмет. Жақсы. Ал тағы да кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарға жауап береміз, содан кейін эфирді аяқтаймыз. Кімде қандай сұрақ бар? Кім эфирді көрді? Қазір ең көп кездесетін, ЗПР деген. Яғни соның себебін мен жұмыс жасадым. Көрдіңіздер ма? Балалардың ауруының себебі, бұл бір жасырын қалау секілді. Жасырын қалау секілді. Үлкен адамдарда да, кіші адамдарда, кішкентай балада да кездеседі көбіне. Яғни назар, махаббат маған берсін, қалай да маған мені жақсы көрсе екен деген ниетпен ауырып қалады екен. Ал қай уақытта сол аурудың себебін табамыз, жұмыс жасаймыз, бірден психика өзгеріп жатады. Енді Алла қаласа көреміз, Айгүл ханымның баласы жазылып кету керек. Менің балам 6 жаста сөйлемейді, жиі ауырады. Өткен трансформациялық курста бір ханым болды. Ол ханымның баласы түнімен ұйықтамайды екен. Түнгі сағат 2-де оянып алады да, түнгі 2-ден бастап 4-ке дейін жылайды екен. Тоқтамастан жылайды. Кәдімгі көндірсек те жылап қоймайды дейді. Көнбейді, кәдімгі көнбейді. Сол кісінің баласымен жұмыс жасағанбыз, не үшін бұлай болып жатыр деген сұрақтың жауабын іздеп. Осылай эфир өтеді. Эфир өткеннен кейін келесі сабақта айтады ғой, ой, рахмет, сіз менің баламның ұйқысын тыныштандырдыңыз. Сағат кешкі 9-да өзімен өзі ұйықтап қалатын балаға айналды дейді да. Таңертең кешкі 9-да ұйықтап қалғаннан таңертең бірақ оянады дейді. Яғни біз жаңа баланың түйсігімен жұмыс жасадық. Айгүл ханымның жаңағы баласының түйсігімен жұмыс жасап, сол жерде мида корректировка жасадық. Енді Алла қаласа көреміз. Қызым 9 жаста, мінезі тез ашуланады, ұрсады балалармен школда дейді. Кейде болады, мысалы 9 жаста, 10 жаста балалар осылай жасады деп айтып жатады ғой. Мен сұраймын ғой сол кезде, сіз өзіңіз 9-10 жаста сондай жасадыңыз ба? Сіз қандай болдыңыз дегенде? Сол кезде естеріне түсіріп, мен де сондай болған екен ғой 9-10 жасымда. Мен де мамама ренжіген екенмін, мен де сондай ашулы болған екенмін, тыңдамаған екенмін деп сайрап кетеді ғой. Сол үшін ойланыңыздар, сіздер өздеріңіз. Мысалы, балалар тез ашуланатын, ұрсатын, қырсығатын аналар, сіздер қандай болдыңыздар сол жаста? Әдетте қайталанады. Так. Айтпақшы, мен айтып өтейін, менде трансформациялық курс бар, 2,5 айлық. Бұл курс енді ғана басталды. Бүгін бейсенбі, ертең бізде 3-ші сабақ өтеді. Сол үшін осы соңғы вагонға қосылып кету мүмкіншілігі бар. Бұл 9-шы поток. Кім психосоматикаға қызығады, кім психологияға қызығады, кім адамдармен жұмыс жасағысы келеді, кім өзінің проблемасын шешкісі келеді, кім жақындарына көмектескісі келеді, кімде өмірінде хаос болып жатыр. Бірақ жақсы өмір сүргісі келеді, сүйікті ісін тапқысы келеді, денсаулығын реттегісі келеді, адамдармен қарым-қатынасын реттегісі келеді, кәдімгі бақытты болып өмір сүргісі келеді. Маған жекеме жазып, курсқа тіркелуіңізге болады. Курс 2,5 айлық, тағы да айтамын. 2,5 ай бойы менімен жеке байланыста боласыз. Яғни бұл жерде трансформация бар, бұл жерде психосоматика бар, бұл жерде
квантовый психология бар, бұл жерде жеке наставничество бар. Яғни 4 бағытта жұмыс жасайтын өте керемет курс. Бұл курстан өте үлкен нәтижелер болған. Соңғы потокта мысалы бір әйелдің қызы астмамен ауырады екен, сол астмасы жазылып кетті. Енді қолы былай, сол қолы ауырып жүрген көтертпей, сол қолы 2 сағаттың ішінде жасылу процесі болды. Тағы бір адам күйеуімен қарым-қатынасты реттеді. Тағы бір адам жаңағы гаймориттен жазылды. Енді бір жаңағы қорқыныш, реніштен арылды. Адам қабылдай бастады. Тіпті курстың барысында курсқа жұмсаған ақшасын шығарып алды. Яғни бұл курсқа келу арқылы, егер сіз психологияға қызығатын адам болсаңыз, онда осы саладан ақша тауып қаншама адамға көмектесер едіңіз. Мен секілді, я? Кемі мысалы, қазір менің шәкірттерім 15 мыңнан 20 мыңнан адам қабылдайды. Әрбір техниканы қолданып, адамдарға, я, өзіңізге қолданып, өмірлік азық етуге болады. Білімді ешкім тартып ала алмайды сізден. Және бұл сабақтарды бір рет сатып алсаңыз, бір артықшылық сізде мәңгілік қалады. Сіз 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін сол сабақтарды қарап, жаңағы пайдасын алуыңызға болады. Одан бөлек тағы да не? Бұл курс арқылы сертификат аласыз. Яғни адамдардағы түрлі мәселемен жұмыс жасауыңызға болады. Менде мысалы соңғы потоктарда болған адамдарда біреулер үй алды. 2,5 жыл бойы алмай жүрген. Біреуінің күйеуінің машинасы алды. Жаңағы салоннан машина алды. Жаңа көлік алды. Әйел жұмыс жасады өзімен, күйеуі көлік алды. Яғни әйел мен күйеудің бір-біріне қатты қарым-қатынасы бар. Екеуі ықпалы бар бірінің өміріне. Бірінің күйеуі айлығы миллионға өсті. Енді бірі артық кем салмақпен келді, салмағым аз деп. Салмақ қоса бастады. Енді әртүрлі результат болады. Әркім әртүрлі жаңағы проблемамен келеді. Сол проблемасын шешіп кетеді ғой, Алланың қалауымен. Онлайн түрде 2,5 ай бойы жүреді. 2,5 ай бойы маған WhatsApp-қа жеке сұрақтарыңызды қоя аласыз. Тіпті одан кейін де жауап беретін болам, Алла қаласа. Ол жерде рухани орта, кәдімгі Қазақстанның әр жерінен жиналған адамдар, керемет енді. Бір отбасыдай болып кетеді артынан. Онлайн түрде зуммен өтеді. Кәдімгі живой формат. Живой түрде аптасына 2 рет сабақ болады. Бағасы 740 мың, бірақ қазір скидкамен 460 мыңға тұр. 460 мыңға сіз еще 90 мың теңгелік бонус аласыз. Яғни ол менен жеке қабылдау плюс түйсік курсы деген бар. Түйсік деген подсознание, онымен қалай былай байланысқа шығуға болады, соның жолдарын үйретемін. Өте керемет ұсыныс. Психосоматика курстар нарықта өте қымбат тұрады. Миллионнан жоғары тұрады. Ал бұл курс сіздерге тиімді бағада ұсынып тұрмын, әрі бонустары бар қаншама, иә? Пайдаланып қалыңыздар. Кім өмірін реттегісі келеді, қалыпқа келтіргісі келеді, мүмкіндік, бұл шанс. Кім естіп отыр осының барлығын? Соның бәріне шанс қой. Жақсы, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Курс бойынша тағы да қандай сұрақтарыңыз туындады? Маған жекеме жазуыңызға болады. Жекеме шығып, Инстаграмнан немесе директтен мен сіздерге жауап беретін боламын. Әдетте курсқа негізі бірнеше мәселесі бар адамдар келу керек. Бірден айтам. Бір мәселе болса, жеке қабылдау жеткілікті. Жеке қабылдау менде 2 сағат уақыт алады, ол 50 мың теңге. Ал 2,5 ай бойы менімен жұмыс жасау бұл 460 мың теңге. Яғни 460 мыңға 2,5 ай бойы білім аласыз. Күшті ғой негізі, өте арзан баға негізі бұл. Сондықтан сізде егер денсаулықта да мәселе болса, бірнеше диагноз бар, немесе ақшамен, ақша үнемі жетпейді, ақша үнемі жоқ, ақша үнемі бітіп қалады, ақша үнемі жинай алмай жатасыз, немесе қарым-қатынаста күйеумен, ата-енемен, ата-анамен, тағы кім, тума-туыспен қарым-қатынаста проблема болып жатса, балалар көп ауырса, сигнал бұның барлығы. Балаларыңызды үнемі жаңағы мандражбен қорқып тәрбиелеп жатсаңыз, ауырып қалады деп, немесе баламен тіл таба алмай жатсаңыз, бұның барлығында психосоматика көмектеседі. Өзіңізге салған инвестиция ол адал. Білімді ешкім сізден тартып ала алмайды. Мәңгілік болады ол сізде білім. Жер бесіктен тал бесікке дейін дейді ғой, сол секілді білім алу ол керемет дүние.
Сіздің миыңыздағы нәрсені ешкім бет шығарып суырып ала алмайды. Жақсы, тағы да кімде қандай сұрақтар бар, қойсаңыздар болады, немесе жекеме шықсаңыздар болады. Бүгінгі эфирді аяқтайық. Эфир қалай өтті? Мен қазір сақтаймын эфир, содан кейін астына комментарий қалдырып кетсеңіздер қуанып қалам. Мен оқығым келеді, но кредит көп дейді. Енді сіз оқу арқылы мүмкін кредиттің жабу жолдары ашылатын шығар. Былай ғой, ақша деген нәрсе, ол сіздің проблемаңыз шешу керек та. Егер сіздің проблемаңыз шешпесе, ол неге керек? Біріншіден, ақшаның жолын көбейту мүмкіншілігі бар. Бұл курсқа келу арқылы сізде поток ашылуы мүмкін. Мысалы, әкемен қарым-қатынас шешкеннен кейін ақша проблемасы шешіп кетуі мүмкін. Менде болды өткен потокта. Осылай ақша проблемасын шешіп, жаңағы жұмыс жасаймыз, миллион табыс түседі ғой ана кісіге. 1 миллион табыс түседі. Ойламаған жерден. Ақша. Ол сөйтсем, жаңағы тума-туыстың бәріне махаббат алу үшін ақша бере береді екен. Бәрі қарыз сұрайды. Одан ол қарыз сұрамаса, өзін кінәлі. Қарыз бермесе, жаңағы тума-туысқандардың бәріне, бауырлары бәрі қарыз сұрайды екен. Қарызды жаңағы сұраған адамға бермесе, өзін кінәлі сезінеді. Сөйтіп ақшасының бәрін сояққа компенсациялап жатыр. Махаббатты ақшамен сатып алу деп аталады. Осы нәрсені тоқтатты. Түсініктер келді. Бірден 1 миллион теңге табыс түседі ғой. Тағы бір адам болды, айлығы 2 есе көбейді. Тағы бір адам болды, айына 3-4 миллион табыс табып жүреді, бірақ кредитке кіре береді. Қанша көп тапса да кредитке кіреді. Себебін анықтаймыз, 25 миллион табыс. Маған чек жібереді ғой. Менде 25 миллион табыс, Салтанат ханым дейді ғой. Күшті ғой, күшті. Яғни ақшаның да психологиясы бар. Ақша біздің жақсы көргенімізді, жек көргенімізді, қорыққанымызды бәрін сезеді. Телефон арқылы жаңағы тоқындар жүрмей ме? Сол тоқындар жүреді ақшаға қарай сізден. Телефон толқындар арқылы байланыс жасамай ма? Америкамен аяқ. Ақша сол үшін сізге келетін ақша да сондай сізбен байланыста. Толқындар арқылы. Сол байланысты дұрыс орнату керек. Орнатуды үйрену керек. Және әрбір адам бұл әдіс тәсілді үйреніп алса, кәдімгі шыңға шығады ғой, дамиды, өседі, көркейеді, ол адам танып болады. Тоқтамайтын адам болады. Алға қарай жүретін тек. Жақсы, мен сіздермен бүгін онда қоштасам. Аман есен болайық. Келесі эфирде жүздескенше.